Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? 6 сыныптың қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз Ерлан Жүніс, менің атым тәуелсіздік. Бағалау критерийлері: шығарманың негізгі идеясын түсінеді, шығармаға өзіндік тұжырым жасай алады. Олай болса, қымбатты оқушылар, бірінші тапсырмамыз ой қозғау әдісі бойынша. Мына жерде көріп отырғандай, тәуелсіздік пен желтоқсан деген ұғымдардың арасында байланыс бар ма? Соны, құрметті оқушы, ойланып көріңіздерші. Рахмет. Онда жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Тәуелсіздік ұғымы бойынша, тәуелсіздік үшін ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен елін қорғаған, бабалар рухынан қуат алған ызғарлы желтоқсан оқиғасы қазақ халқының қасиеті де жетерлік тарихына айналды. Желтоқсан оқиғасы қаншама ызғарлы естілсе де, жанымызға нұр септі. Желтоқсан жаңғырығы бізге тәуелсіздіктің таңына келді. Енді қымбатты оқушы, тәуелсіздік ұғымы бойынша түсінікті тыңдап көріңіздер. Тәуелсіздік қазақ халқының ғасырлар бойы аңсаған арманы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданған соң, сол бір тарихи күнде 1991 жылдың 16 желтоқсан күні жүзеге асты. Біз тәуелсіз Қазақстан мемлекет атандық. Өзіміздің рәміздерімізбен мақтанамыз. Қазақстан туымен тұғырлы, елтаңбасымен еңселі, әнұранымен айбатты. Жауап бергендеріңізге алғысымды білдіремін. Олай болса, қымбатты оқушы, келесі тапсырмамызға көшейік. Менің атым тәуелсіздік өлеңінен үзіндіні оқып көрейік. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалардың жылағанын көрдім, бастарын сүйіп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасымда соны ұқтым. Алып сөздерді айталғанын көрдім, ат төбеліндей халықтың. Жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан. Сол күні жаңа әнұран айтып оралған, сол түні неге ұқтамай маған бір аңыз айтып шыққанын, ол жайлы күннен жаралған. Түсінбесем де тыңдаймын. Онсыз да оны жесірлік салған, жасытқан еді мұң қайғы. Көзінің жасы сөйлеген түнді ұқпасам да аңыз ұнаған. Жаралған күннен ол жайлы дегенде шығар, бодандық жайлы білмесін. Сен түсін, дәуір, сонау бір қанды жыл кешір. Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте. Ұлына бірақ айтпапты, кісен құлдықпен түрме бүргесін. Ерлікті айтқан, үйретпеді ол ездікті. Ұстатқан қалам, ұстатпады ол кездікті. Құлыным, сенің тарихың басқа деген тек. Ол бәлкім менен сөз күтті. Ерлан Жүніс. Жаңағы біз тыңдаған менің атым тәуелсіздік өлеңінің авторы Ерлан Жүніс Тұспайұлы. 1984 жылдың 7 қарашасында Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Мектеп қабырғасында жүрген кезінде «Жыр перзент» деген атпен алғашқы жыр жинағы жарыққа шыққан. Қазақстан жазушылар одағында референт әдеби кеңесші қызметін атқарған. 2006 жылы халықаралық шабыт шығармашыл жастар фестивалінде әдебиет аталымы бойынша гран-при және президент кубогын иеленген. 2012 жылғы мемлекеттік стипендияның иегері. Олай болса, қымбатты оқушы, менің атым тәуелсіздік өлеңі бойынша алғашқы тапсырмамызды орындауға кірісейік. Яғни бұл тапсырмамыз талқылау бұрышы әдісі.
Бұл жерде талқылау сұрақтары: шығарманың тақырыбы, шығарманың идеясы, шығарманың жанры, шығарманың тәрбиелік мәні. Тапсырманың дескрипторымен таныстырып өтейін. Тақырып бойынша өз пікірін білдіреді, 1 балл. Шығарманың идеясын түсіндіреді, 1 балл. Шығарманың жанрын анықтайды, 1 балл. Шығарманың тәрбиелік мәнін нақты мысалдармен келтіреді, 2 балл. Олай болса, қымбатты оқушы, мына тапсырманы орындауға кірісейік. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Олай болса, қымбатты оқушы, жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Шығарманың тақырыбы: белгілі ақын Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» атты өлеңінде өршілдік танылады. Ат төбеліндей халықтың деп, ұлт бейнесін үлкен биікке көтеріп, оқырманына рух, ұлтына ұлылық берген. Шығарманың идеясы: тәуелсіздік. Тәуелсіздік еліміздің таңы, анасының ездікке емес, ерлікке тәрбиелеуі. Тәуелсіздік жолындағы қиыншылықтар. Шығарманың жанры. Жанры, құрметті оқушы, өлең. Аллитерация, эпифора, анафора сияқты көркемдік тәсілдерді ақын шебер қолданған. Осы бойынша біз келесі сабақтарымызда жұмыс жасаймыз. Шығарманың тәрбиелік мәні: өткеніне өкініш жоқ. Құлаған мен тоқтағанның сәтін күткен бейне алдымыздан шығады. Биыл еліміз тәуелсіздік алғанына 30 жыл толмақ. Бабаларымыздың қанымен келген ұлы құндылық бүгінгі және келешек ұрпаққа аманат. Рахмет. Құрметті оқушы, мен сіздердің тапсырманы өте жоғары деңгейде орындайтындарыңызға сенімдімін. Олай болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Шағын эссе әдісі. Пікір. Шығармада көтерілген мәселе бойынша өзіндік пікіріңіз жазасыз, 1 балл. Дәлел. Өз пікіріңізге дәлел келтіріңіз, 1 балл. Мысал. Келтірілген дәлелді негіздеу үшін шығармадан мысал келтіріңіз, 1 балл. Қорытынды. Өз пікіріңізге дәлел негізінде қорытынды жасаңыз, берілетін балл 2 балл. Олай болса, іске сәт. Рахмет. Қымбатты оқушы, жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Пікір. Бұл өлеңде ақын тәуелсіздіктің мәні мен маңызын түсіндіріп, жеткізуге тырысады. Тәуелсіздік әрқайсымыздың бойымызда екенін, одан айырылсақ өзімізден де жоғалатынымызды айтты. Анасының тарих пәнінің мұғалімі болғандығын, ата-бабамыздың ерліктерімен мақтану керектігін өлең арқылы шебер жеткізді. Дәлел. Тәуелсіздік ең қымбат байлық. Өз әнұранымыз, елтаңбамыз, көк байрағымыз бар. Тәуелсіз мемлекетпіз. Мысал. Тәуелсіздік мен. Ол менің асқақ аңызым. Болмысы ол, ұлдың өзіңнен туған жарық күн. Бұл өлеңнен үзінді, яғни мысал келтіріп отырмын. Қымбатты оқушы, қорытынды. Келешегіміз кемел, болашағымыз баянды болсын. Рахмет. Енді, қымбатты оқушы, біздің сабағымыз аяқталды. Енді рефлексия. Сабақта көңіл күйің қалай болды? Бүгін не білдің? Не үйрендің? Сабаққа қатысуыңды қалай бағалайсың? Осы бойынша жауаптарыңызды WhatsApp чатына жіберулеріңізді сұраймын. Тапсырманы орындап, Classroom платформасына жүктеңіздер.
Құрметті оқушы, сабаққа қатысқандарыңызға алғысымды білдіремін. Сіздерге көп рахмет. Күш білімде екенін ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.